Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін осындай керемет чизкейк дайындайтын боламыз. Ол үшін тарымызды алып, жақсылап 3-4 рет жуып, одан кейін газда бір 10 минуттай пісіріп алатын боламыз. Енді басқа ыдысқа талқанымызды салып, оның үстіне шекерімізді салып, және сары майымызды құйып, чизкейктің негізін, яғни основасын жасайтын боламыз. Ол үшін жақсылап біркелкі етіп араластырамыз да, одан кейін қолдың көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Әдетте басқа чизкейктерде, мысалы печеньені пайдаланатын болса, біз бұл жерде талқанды осылай жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Міне осындай негіз бізде дайын болады, основасы. Енді дайындап қойған қалыбымызға осы талқанымызды түгелімен салып, жақсылап трамбовать етіп алатын боламыз, яғни жақсылап біркелкі етіп жасайтын боламыз. Қалыбымыздың диаметрін 26 сантиметр менде болды, яғни үлкендеу болғаны дұрыс, өйткені бізде құятын салмамыз өте көп көлемде дайын болады да, сондықтан да біз чизкейктің основасын жақсылап үлкендеу қылып, жақсылап трамбовать етіп, міне осылай жасап аламыз да, енді мұздатқышқа салып қоямыз. Дайын болған тарымыз міне осындай болып пісіп шықты, осылай болу керек. Енді оның үстіне сүтімізді құйып, жақсылап бұқтырып қоятын боламыз. Негізінде тарыны осылай пісіріп алған жөн, өйткені өте жақсы, дәмі де керемет болып, ауызда жұмсақ болып тұратын болады. Енді оның үстіне жауып, бір жерге, салқын жерге қойып, тарымызды салқындатып аламыз. Тарымыз салқын болғанша творожный сырымызды алып, барлығын жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Оның үстіне шекерімізді саламыз, жұмыртқаларды салып, барлығын біркелкі етіп жақсылап араластыратын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет дәмді шығады. Балаларыңызға, үйдегі жақындарыңызға ұнайды деген ойдамын. Достар, видеом ұнап жатса лайк басып, пікір жазып, өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Менде келесі видеоны шығаруға өте жақсы мотивация болады. Енді оның үстінен 2 ас қасық кукурузды крахмалымызды салып, оның үстінен сливкиімізді құйып, 33% сливкиімізді, кілегейімізді құйып аламыз да, оның үстінен дайын болған өзіміздің тарымызды салатын боламыз да, және тағы барлығын біркелкі етіп араластыратын боламыз. Бұл жерде біздің құймалы массамыз өте үлкен көлемде болғандықтан, өте үлкен көлемде дайын болады да, сондықтан да айтып жатқаным, міне основасын өте жақсы үлкендеу диаметрінде жасап, осындай осылай жасап алғанымыз дұрыс болады. Енді оның үстінен дайын болған массамызды құйып, жақсылап барлығын біркелкі етіп аламыз да, духовкада 150-160 градуста 1 сағат 15 минут пісіріп алатын боламыз. Менде 1 сағат 15 минутта пісті. Енді оның бетін қалауынша әрлесеңіздер болады. Менде какао ұнтағын сеуіп шықтым. Кез келген жеміс қойсаңыздар да болады. Немесе өзіңізге ұнағанда печенье мені әрлесеңіздер де болады, өздеріңіздің қалауыңызша әрлеп алсаңыз болады. Міне осындай чизкейк болды, өте керемет дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достарыңызға, үйіңіздегілерге ұнайды деген ойдамын. Міне осындай кереметте менде чизкейк дайын болды. Бұл чизкейк піскеннен кейін духовкада 1 сағат 15 минут ұстағаннан кейін тағы да 1 сағаттай салқын жерде ұстаймыз да, одан кейін мұздатқышқа салқындатуға жіберетін боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер.